Абай Құнанбайұлы 13-ші қара сөз. Иман деген Алла Табарака ва Тағаланың шәриксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына ва әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып иланбақ. Енді бұл иман дерлік илануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны якини иман десе керек. Екіншісі, кітаптан оқу бірлән яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, 1000 кісі 1000 түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік болуы керек. Бұл иманды иман таклиди дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек. Якини иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп, ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай Тағала өзі сақтасын. Әрнешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай Тағала кеңшілігі мен кешеді дағы демесін. Оның үшін Құдай Тағаланың ғафуына, яки пайғамбарымыздың шафағатына да сыймайды. Мүмкін де емес. Қылыш үстінде серт жоқ деген, Құдай Тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын. Абай Кунанбаев. Слова назидания, слово 13. Иман есть незыблемая вера в единого и всемогущего Создателя, о бытии и существовании которого дано нам знать из посланий через его пророка, да благословит Аллах его имя. Существует двоякий путь верования. Одни принимают веру, убедившись в ее необходимости и справедливости, укрепляют ее в себе разумными доводами. Эту веру мы называем якини иман. Другие веруют, черпая познания из книг и со слов муллы. Этим людям требуется особая приверженность к предмету своей веры, твердость духа, дабы выстоять перед соблазнами тысячи искусителей и не дрогнуть даже перед лицом смерти. Это есть таклиди иман. Чтобы сохранить в себе иман, необходимо иметь отважное сердце, твердую волю, уверенность в своих силах. Но как нам быть с тем, кто не имеет знаний, позволяющих отнести его к приверженцам якини имана, или не имеет твердых убеждений, легко поддастся соблазнам и уговорам, из корысти называет черное белым, белое черным, клянется, выдавая ложь за правду, чтобы назвать его сторонником таклиди имана. Сохрани нас, Аллах, от таких людей. Каждый должен помнить, не существует имана помимо упомянутых. И пусть вероотступники не рассчитывают на беспредельность Божьей милости. Они не заслуживают ни прощения Аллаха, ни защиты пророка. Будет проклят тот, кто принимает за истину ложные пословицы, острие меча сильнее клятвы, нет греха которого не простил бы Аллах.